Құрметті оқырмандар, орталықтандырылған кітапханалар жүйесі Мұхтар Әуезов атындағы кітапхана филиалы 2021 жылғы «Бір ел, бір кітап» республикалық акциясы аясында Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің мерейтойына арналған «Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 30 кітап» атты кітап көрмесін ұсынады. Аталмыш жоба қазақ әдебиетіміздің қазыналы туындыларын насихаттау, оқу мәдениетін қолдау және дамыту, жастарды рухани және патриоттық тәрбиеге баулуға бағытталған. Көрме 5 бөлімнен тұрады. Поэзия, проза, балалар әдебиеті, драматургия және аударма. Назарларыңызға 5 бөлімнің бірі драматургия бөліміне тоқталып өтейін. Драматургия саласында оқуға ұсынылған кітаптар Рақымжан Отарбаевтың «Айна ғұмыр», Дулат Исабековтың «Жеті желкен», Мәдина Омарованың «Көмбе нанның тәтті дәмі», Иран Ғайыптың «Қорқыттың көрі», Дулат Рамазанның «Пешене» және Сая Қасымбектің «Жанталас» атты пьесалар жинағы. Еліміздің көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, жазушы, драматург, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Рахымжан Қасымғалиұлы Отарбаевтың «Айна ғұмыр» пьесалар жинағы Астана қаласы Фолиант баспасынан 2013 жылы басылып шықты. Кітап 512 беттен тұрады. Рахымжан Отарбаевтың бұл кітабына пьесалары топтастырылған. Тарихтағы табандылық пен тамырдағы тектілікті ұштастыра отырып, адам мен қоғам, тұлға мен тобыр тартысқан замана шындығын бүкпесіз суреттеген автордың әр туындыларындағы айтар ойын ойлы оқырман өзі саралар. Жазушы, драматург, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының иегері Дулат Исабековтың «Жеті желкен» пьесалар жинағы Алматы қаласы Өнер баспасынан 1987 жылы басылып шықты. Кітап 304 беттен тұрады. Жинаққа белгілі жазушы, драматург Дулат Исабековтың соңғы жылдары жазылған пьесалары енгізіліп отыр. Бұл шығармалардың көпшілігі астаналық театрлар мен республиканың өзге театрлары арқылы көрермен қауымға жақсы таныс. Адамдар бойындағы ізгі қасиеттер, жеке тұлғалар тағдырына құрылған ертеңді күту, мұрагерлер пьесалары одақ көлемінде белгілі болған туындылар. Жазушы, драматург Мәдина Омарованың «Көмбе нанның дәмі» атты пьесалар жинағы Алматы қаласы Алматы болашақ баспасынан 2020 жылы басылып шықты. Кітап 256 беттен тұрады. Прозасы, әсіресе қысқа әңгімелері арқылы кеңінен таныс жазушы Мәдина Омарованың бұл жинағында автордың драмалық шығармалары мен мистикалық әңгімелері ұсынылып отыр. Кітап көпшілік оқырман қауымға арналған. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Парасат орденінің иегері ақын драматург Иран Ғайыптың «Қорқыттың көрі» атты 13 томдық таңдамалы пьесалар жинағы Алматы қаласында 2006 жылы жарық көрді. Кітап 437 беттен тұрады. Иран Ғайып ақынның бұл томдағы «Қорқыттың көрі», «Алтын ажал» таңдаулы драмалық туындылары енгізілді. Жазушы, журналист, аудармашы, зерттеуші драматург Думан Рамазанның «Пешене» пьесалар жинағы Алматы қаласы Дәуір баспасынан 2020 жылы басылып шықты. Кітап 248 беттен тұрады. Талантты жазушы, дарынды драматург, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері Думан Рамазанның жаңа жинағына Керей Жәнібек, «Пешене», «Бейуақ», «Қанатталды», «Кек» атты драматургиялық төл туындылары мен шетел қаламгерлерінен аударған пьесалары топтастырылған. Автор тарихи һәм қазіргі тақырыптарға қатар қалам тербейді. Көркем шығармаларда тарихи тұлғалардың ақыл парасаты, келешекке көз тастар көрегендігі, тереңнен ойлап, кеңінен байлам жасар кемеңгерлігі, ел бастар көсемділігі, сөз бастар шешенділігі мен қол бастар батырлықтары айрықша айшықталса, өзімізге етене таныс бүгінгі күн қаһармандарының тыныс тірлігі мен іс әрекеті ерекше суреткерлік шабытпен кестеленген.
Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, театр режиссері, драматург Зая Қасымбектің «Жанталас» жинағы Алматы қаласынан 2015 жылы басылып шыққан. Кітап 96 беттен тұрады. «Жанталас» автордың тұңғыш кітабы. Шығарма халықаралық балаларға арналған дарабоз бәйгесінде бас бәйгені жеңіп алған. Патриоттық сезімге жетектейтін бұл шығарма қазақтың жас батыры Сартайға арналған. Батырдың тұлғасы айқын, балаларға үлгі десек қателеспейсіз.